Армысыздар, достар. Сіздермен Гүлайым. Бүгін мен сіздерге Жұлдыз Тасыбайдың «Тағдыр тәлкегі» айтты ғибратты әңгімесін оқып бермекшімін. Достар, менің арнам ұнаса, лайк басып қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Сәния, доғар дедім мен саған, жап аузыңды, саған осы не керек? Ішкенің алдыңда, ішпегенің артыңда, өй өңшең қолыңда уыс-уыс ақша, не керек саған бұдан артық? Еденде көз жасын көл етіп, сұлқ түсіп отырған Сәния басын көтеріп бұған алара бір қарады да: «Не қыл дейсің сен маған? Ақша дейсің бе? Елдің наласына қалып жинаған ақшаң не керек маған? Саған қанша айттым біреудің қақысына кірме, оңбайсың деп. Айтпадым ба саған Дәурен? Бүйткен байлығыңа сенің», деп дода-дода болған шашын бір сипап қойып, сыртқа қарай беттеп кетті. Тойынған албасты, жұрттың ақшасы жоқ, осы күнге жете алмай отыр, ал бұл сүмелек барға шалқып жылайды ғой оңбаған, деп ашуланып, үстел үстіндегі қалта телефонын қолына алған күйі көшеге шығып кетті. Аулаға келіп, жасыл шөпке отыра салған Сәния өткенін ойлады. Кезінде Дәурен екеуі сүйіп қосылған жандар болған. Дәуреннің кітап сүйер қылығы оны жақсы жаққа өзгертпесе жаман қылған жоқ. Әкімшілікте жұмыс жасайтын Дәуреннің іскерлігі мен қағаз бастылығы өз алдына бір төбе. Ер азамат демейсің сондай ұқыптылығына қарап. Сондай жауапкершілікті жан болды. Жыл сайын қызметі жоғарылай берді. Лауазымы өсіп, кейіннен суды аудан орталығына қоныс аударды. Сол жерде мүмкіндігі шектеулі жандардың құқығын қорғайтын, әрі соларға жауап беретін бас маман болып сайланды. Бұл уақытта Дәурен мен Сәнияның екі қызы бір ұлы болатын. Қыздары 9-шы, 11-ші сыныпты, ал жалғыз ұлы Санжар 7-ші сыныпта оқитын. Әкелерінің арқасында шалқып, бақуатты өмір сүрді. Биліктің сондай бір күші бар мекен, Дәурен біртіндеп пенсиядағы мүгедек жандардың зейнетақысын жетінді шығарды. Әрине бұны Сәния білмейтін. Екеуінің отандасқандарына биыл міне 15 жыл болды. 15 жыл ішінде Сәния Дәуреннен ешқандай жаманшылық көрмеген еді. Отбасына мінезі жайлы, бала-шағасы десе жанын беруге әзір әкелердің қатарынан болды. Алайда Сәния осы 15 жылда бірде-бір рет жұмысқа шығып көрген емес. Сәнияның жұмыс жасауына әйтеуір Дәурен үзілді-кесілді қарсы болды. Әйтпесе жары оқымаған қара мақау емес болатын, білдей бір балалар дәрігері деген атағы бартын. Өз бетімен білім алып, өз күшімен оқыған Сәния тұл жетім қыз болды. Мектеп қабырғасында да томаға тұйық қалпынан айнымайтын. Сондай бір ерекше қыз еді. Жоғарылас сыныпта оқыған Дәурен бала күннен Сәнияны ұнатып, оны есі кете сүйді. Бірақ бақуатты отбасынан шыққан сері жігіттің тұл жетім тас кедейдің қызын алуына ата-анасы түбегейлі қарсы болса да, бір бетке Дәурен ешкімнің сөзін елемеді. Сәния мектеп бітіріп, жоғарғы оқу орнына түссе де, соңынан бір елі қалмады. Қиын сәтте ешқашан жанынан тастамайтын. Ата-ана сөзін тыңда, оларға қарсы шықпа десе де, мен жүрегімнің қалауын жасаймын дейтін. Ақыры кейін Сәнияны жар етіп алды. Бұл қызды да алып, ата-анасы айтқандай соры қайнаған жоқ. Керісінше бағы жанды. Әйтеуір үсті-үстіне жақсы жаңалықтарға куә болып, өзі де өсе берді. Бірақ сол баяғы енесі Сәнияны көрсе, кірпідей жиырыла қалатын. Артынан бір кесе, бір көрпеше келмеді. Жер әлемде қыз құрғандай, қайдағы бір тексізді әкелді, деп қырғидай тиіп, көңіліне келер сөздерді көп айтатын. Сонда да Сәния алтын жан ғой, бір сөзін күйеуіне айтпайтын.
енесінің. Шешемен балалардың қарсы қойып не табам мен деп жиі өзін сабырға шақырып жүретін. Осы төзімділігіне Дәуреннің жұмысы ауысып, бұлар басқа облыс әкімшілігіне жұмысқа тұрды. Солай бір күнде жиналып бөлек кетті. Құрметті көрермен, егер осы әңгіменің жалғасын тыңдағыларыңыз келсе, менің арнамнан алыстамаңыздар.